Баршаңызға қайырлы күн. Бұл мен Роза Мелдебек. Бүгін мен сіздермен 83-ші сабақтағы есептердің шығару жолдарын түсіндіретін боламын. Менің видеомды соңына шейін көріп, пайдалы болса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Сабақтың тақырыбы бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Бұл сабақта біз бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді үйренетін боламыз. Бірінші есепке қарайық. Есепті шығарыңдар дейді. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салды. Қанша қорап қажет болды? Мінекей суретте көрсетілгендей 18 моншақ бар. Сол 18 моншақты 6-6-дан қораптарға салғанда бізге 3 қорап қажет болды. Енді ә бөлігіндегі есепке мән берейік. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-еуден салды. Қанша қорап қажет болды және қанша моншақ қалды? Деп сұрайды. 18 моншақты 4-4-тен қораптарға бөліп салатын болсақ, бізге 4 қорап керек болады да 2 моншақ артылып қалады. Демек, 18-ді 4-ке бөлген кезде 4-ке тең, екеуі қалдық болып шығады екен. Есептің жауабы 4 қорап қажет болды, 2 моншақ артылып қалды. Енді осы есептің шешуін тексерейік. Ол үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосу керек. Яғни 4 пен 4-ті көбейтеміз, оған қалған 2 қалдықты қосамыз. Сонда бізде 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16-ға тең, оған 2-ні қоссақ 18 моншақ шықты. Демек, есеп дұрыс шығарылды деген сөз. Осы жерде есте сақтайтын нәрсе бар. Қалдық қашанда бөлгіштен кіші болуы тиіс. Сабақ түсінікті болса, практикалық жұмысқа көшеміз. Екінші есепті шығаруды бастайық. Суретін салып, есептерді шығар дейді. А бөлігінде мынандай есеп беріліпті. Ағайынды 2 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Олардың әрқайсына қанша жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ қалады? Есепті шығару үшін 10 жаңғақтың суретін саламыз. Жаңғақ дөңгелек болғандықтан біз оны дөңгелетіп салып қойдық. Мінекей 10 жаңғақ. Осыны 2 балаға теңдей етіп бөліп берді дейді. Бір балаға осынша жаңғақ, екінші балаға осынша жаңғақ. Демек, әр балаға қанша жаңғақтан тиетіні анық болып тұр. Енді осының шартын құрамыз. Есепті шешу үшін 10-ды 2-ке бөлеміз. Әр балаға 5 жаңғақтан тиді. Бұл жерде жаңғақ артылып қалған жоқ. Демек, қалдық жоқ. Ә бөлігін оқып көрейік. Ағайынды 3 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру қажет. Олардың әрқайсысы неше жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады? Бұл есепті де сурет салу арқылы шығарамыз. 10 жаңғақты 3 балаға теңдей етіп бөліп беру үшін әр балаға неше жаңғақтан тиеді екен? Міне, теңдей етіп бөліп бердік. Сонда әр балаға 3 жаңғақтан тиеді, 1 жаңғағымыз артылып қалады. Енді осының өрнегін жазайық. 10-ды 3-ке бөлеміз. Әрқайсына 3 жаңғақтан тиеді. Ал мынау артылып қалған, ол 1 қалдық. Енді есептің Б бөлігін шығарайық. Ағайынды 4 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру қажет. Олардың әрқайсына неше жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ қалады? Бұл есепті де сурет салу арқылы шығарайық. 4 балаға теңдей етіп бөліп береміз. Бір балаға 2, 3, 4 балаға теңдей етіп бердік. Сонда әр балаға 2 жаңғақтан тиеді, 2 жаңғағымыз қалып кетеді. Осыны өрнек түрінде жазамыз енді.
10-ды 4-ке бөлеміз. Сонда әрқайсына 2 жаңғақтан тиеді. 2 жаңғақ қалып кетеді, демек 2 қалдық. Міне есепті осылай шығарамыз. Келесі бізде үшінші есеп. Кестені дәптеріңе сызып, оны толтыр. Шырша ойыншықтары әр қорапқа 6-дан салынды. Қанша қорап қажет болатынын және қанша ойыншық қалатынын анықта деген тапсырма берілген. Мына кестені дәптерімізге сызамыз. Мінекей кестені сызып алдық. Ойыншықтардың саны белгілі. Оларды әр қорапқа 6-дан салу керек. Сонда бізге қанша қорап қажет болатынын анықтаймыз және қалдықты анықтауымыз керек. 13 ойыншықты 6 қорапқа бөліп салғанда бізге 2 қорап қажет болатындағыны 1 қалдық қалады. Енді 15 ойыншықты 6-дан салатын болсақ, 15-ті 6-ға бөлеміз. 15-ті 6-ға бөлсек, 2 қораптан 2 қорап қажет болатындағыны 3 қалдық қалады. 19 ойыншықты 6-6-дан салатын болсақ, бізге 3 қорап қажет болады. Ар жағында 1 қалдық қалады. 22 ойыншықты 6-ға бөлген кезде 3 қорап қажет болатындағыны ар жағында 4 қалдық қалады. 23-ті 6-ға бөлсек, 3 қорап қажет болады. 5 қалдық қалады. Енді тексеріп көрейік. Ол үшін қораптың санының бәрін 6-ға көбейтіп, қалдықты оған қосуымыз керек. Екі жердегі 6 12, оған 1-ді қоссақ, 13 ойыншығымыздың саны шығады. Екі жердегі 6 12, оған 3-ті қосқанда, қалдықты қосқанда 15-міз шығады. 3 жердегі 6 18, қалдықты қоссақ 19 шығады. 3 жердегі 6 18, оған 4 қалдықты қосқанда 22 шығады. 3-ті 6-ға көбейткенде 18, оған 5 қалдықты қоссақ 23 ойыншығымыз шықты. Демек, біздің есебіміз дұрыс шықты деген сөз. Егер пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.